адамның тағдыры, бүтін бір ұлттың жүрегіне әсер еткен, қарапайымдылығымен ұлы болған, сөзінің салмағымен жүрегінің жылуы, адам жанын сауықтырған тұлға кім десе, мен Бейсен ағамызды айтар едім. Өзі кейде сондай жағдайлар болды. Бір жетім балаға оқуына ақша жетпей қалды. Сол кезде Бейсен аға жетпей тұрған ақшасын өзінің қалтасынан шығарып бере салады. Бірнеше рет сондай жағдай болды ол кісі, бірақ мүлдем айтқызбайтын. Ол ағаның қасында отырған кезде таныс емес нөмірлер звондаса, міндетті түрде көтереді, маған береді, мен редакторға берейін деп, міндетті түрде сөйлеседі. Мен айтам, аға сөйлеспей ақ қойсаңызшы, ақыры редакцияға звондайды. Оған неге уақытыңызды құртып, өзіңіз басқа нәрсе ойлап отырғанды сөйлесесіз десем, оның ар жағында қанша тағдырлар тұр ғой, қалай көтермеймін деп үнемі сөйтіп айтады. Бір адамға болса да пайдамызды тигізейікші деген. Кейінгі кездері бір адамға болса да қосымша ой салайықшы, жол көрсетейікші дегенде бір ойлар пайда болды. Журналистикада дара жол салғанымен, Бейсен ағамыздың ең ерекше қасиеті әр жанның бойындағы қабілет пен талантын, ұшқын сәулесін көре білетін көрегендігі болатын. Әр адамнан жақсылық іздеп, соны жарыққа шығаруға тырысты. Өз пайдасын емес, өзгенің игілігін, жастардың болашағын ойлап, мен оларға қалай жол көрсетемін, қалай септігімді тигіземін деген ой ағамыздың өмірлік ұстанымына айналды. Қайырлы таң, Талдықорған, әуе толқынында Жетісу радиосы. Қалай ұйқыдан оянды? Мен бір кесе ыстық шайымды алып, терезеден сыртқа қарап отырмын. Бүгін ауа райы керемет, күн ашық, аспанда шөкім дейді бұлт жоқ. Бейсен ағамызбен ең алғашқы таныстығымыз сол 2007 жылы басталған болатын. Ол кісі осы өңірге, осы Жетісу телеарнасын басқарып келген кезде, мен студент болғам. Ол кезде осы Жетісу мемлекеттік университетінде физика-математика факультетінде оқитынмын. Ал ол кісі сол кезде осы қаламыздағы оқу орындарынан жаңағы талантты жастарды іздеген екен. Сөйтіп ол кісі жаңағы көптеген оқу орындарын аралап, соның ішінде бір 6-7 баланы таңдап алған болатын. Соның ішінде мен сәтіне қарай мен де болдым. Және де сол кезден бастап ол кісі бір бойымнан жаңағы киноға қызығушылықты көрген болар. Ол кісі бір одан кейін ол кісімен біз көптеген проекттерді жоспарладық. Соның ішінде біз алғашқы «О Ләйла» фильмін түсірген болатынбыз. Сонымен қатар ол кісі өмірден өткеннен кейін біз ол кісінің идеясына, ол кісінің жұбайының Гүлмира апайымыздың сценарийіне жазылған «Ұстаз» фильмін түсіріп шықтық. Сендей мұғалім бізге ауадай қажет. Ауылға келем деп тұрған жасты қолдағымақ келеді, бірақ біздің тірлікке шыдамайсың ғой. Ілияс Мұратұлы бүгіннен бастап сендердің сынып жетекшілерің. Иә, Бейсен ағамыздың идеясымен түсірілген «Ұстаз» фильмінен жастарға деген жанашыр ниетін байқасақ, өмірде де жастарға бағыт-бағдар беріп, қамқор болғанын байқаймыз. Бейсен ағамыздың маған берген көмегі 11-ші сынып бітірген соң оқуға түсе алмай қалған болатын. Бірақ диплом жоқ екеніне қарамастан Бейсен ағамыз мені Жетісу телеарнасына жұмысқа алған болатын. Содан бері 15 жылдай уақыт Жетісу телеарнасында қызмет істедім. Қазіргі таңда Аллаға шүкір, Бейсен ағамыздың берген бағыт-бағдарымен республикалық деңгейдегі осы хабар арнасында жұмыс істеп келем. Өмірлік жарымды да осы Жетісу телеарнасында жолықтырған болатынмын. Құдайға шүкір, осы күнге жетуіме Бейсен ағамыздың септігі көп тиген болатын. Бүгін біз ел жүрегінен ерекше орын алған, қарапайымдылығымен ұлылықтың үлгісін көрсеткен, ізгіліктің символы болған Бейсен ағамыздың үлкен тарихының бір бөлшегіне ғана тоқталдық. Менің мақсатым ағамыздың өмірбаяны мен марапаттарын ғана тізбелеу емес, қайта жан жылуын сеуіп, айналасына мейірім шуағын шашқан асыл болмысын көрсету. Өйткені Бейсен Құранбек тек қана кәсіби журналист емес,
ол адамгершілік пен рухани тазалықтың өнегесін көрсеткен азамат.